Айналаңды қоршаған табиғатты сүйе біл. Қауіп қатер түн соған, қамқорға алып сүйей біл. Екінші сабақ. Отанымның табиғаты. Бірінші тапсырма. Тыңда. Сұраққа жауап бер. Арыстанда, құланда, жолбарыста, жыланда, жапалақта, қыранда, бәрі-бәрі бар мұнда. Тауда, таста, далада, өзен, көлде, қалада. Бәрі-бәрін отан деп атамауға бола ма? Сағыныш Намазшамова. Армысың туған жерім, ауылым, жайлауы жазы қандай. Құшақ жайып қарсалар бауырын, жайдары жаны жаздай. Туған жер топырағымнан айналдым, жадымда мәңгі есімің. Мөп-мөлдір болағыңнан нәр алдым, ауылым ақ бесігім. Туған жер топырағымнан айналдым, жадымда мәңгі есімің. Мөп-мөлдір болағыңнан нәр алдым, ауылым ақ бесігім. Өткен шақ сұрақтары. Өткен шақ қимылдың, іс-әрекеттің сөйлеп тұрған сәттен бұрын болып, істеліп кеткенін білдіреді. Мысалы, мен тауға бардым. Сен домбыра тартуды үйрендің. Балалар өзенге балық аулауға барды. Көжек қолға тез үйренген. Әжем жас кезінде әнші болыпты. Бұл сөйлемдегі бардым, үйрендім, барды, үйренген, болыпты етістіктері іс-әрекеттің сөйлеп тұрған кезден бұрын болғанын білдіріп тұр. Өткен шақ етістіктеріне не істедім, не істедің, не істеді, не істедік, не істедіңдер деген сұрақтар қойылады. Қой қоздады, қой қайтты, қоян көжектеді, қоян қайтты, жылқы кісінеді, жылқы қайтты. Сен бізбен қалаға келдің, сен не істедің? Біз демалысты көңілді өткіздік, біз не істедік? Қоздады, көжектеді, кісінеді, келдің, өткіздік сөздері іс-әрекеттің бұрын болғанын білдіреді.